Америкаға алып кеткен Қытай түрмесінің тірі куәгері Гүлзира Әуелханның қазіргі жағдайы қалай дейді. Өткенде 2 ай бұрынғы лекциямда айттым. Гүлзира Әуелхан қызы Қытай түрмесінің тірі куәгері ретінде нағыз ата жұрттың тіке араласуымен Америка өкіметі берген гуманитарлық парол, хуманитариан парол дейтін құжатпен Америкаға келді. Ол виза емес. Ол бір-ақ ретке жарайтын 1 жылдық құжат. Енді соның құжаты 2021 жылдың ақпанынан басталса, енді 2022 жылдың ақпанында міне небәрі 3 ай уақыт қалды, бітеді. Арғарайғы таңда ол кісінің өз шешімінде, өз қолында. Ол мен Қазақстанға қайтам дейма, өзі біледі. Түркияға барама, өзі біледі. Америкада қалама, өзі біледі. Жаңағы гуманитарлық парол, хуманитариан парол дегенді, ол құжат, ол виза емес. Ол осы барыста ол шетелге шыға алмайды. Сондықтан ол Еуропада кейбір жиналыстарға бара алмайды. Ол шықса кіре алмайды. Ол виза емес. Мен шығып кіре аламын. Менің визам бар. Мен кіріп шыға аламын. Мен ол хуманитарлық парол емес, жай кәдімгі туристік виза алып алған. Ол визамды баяғыда 17 ма 18-ді алып қойған, ескі виза. Сондықтан бұл осындай. Екіншіден, мынау Серік Боқан бастаған тағы басқалар жазып жүрген әдейіге Серікжан оны Лондонға жібермеді деген сөз, ол қате сөз. Ол мынау құжаттық жұмыстарды түсінбейтін азаматтардың біліп не білмей, мақсатты не мақсатсыз істеп отырған қате істері. Олар өйтіп Лондонға барып қайтып келетін құжаттарын жасай алған жоқ. Ондай құжат Америкада дәл қазір қиын. Екіншіден, оның денсаулығы, мына жердегі сұрақта денсаулығы. Оның денсаулығын біз жалпы 4 рет больницаға жатты. Әр жолғы емделгенде кеткен ақша 19 мың, 20 мыңнан болғанда, бір рет есептегенде сол 5-ші реткісінде ма, 4-ші реткісінде 90 мың доллардан асып кеткен. Анық есіп жоқ. Бірақ анықта десеңіздер, оны осы соларды алдырған халықаралық адамдық құқық ұйымынан анықтасақ, бүкіл есеп шоты шығады. Ол сондай сұмдық ақшаға емделді. Тіпті оның әр ретке ауырған кезінде, 2 реткісінде мен Фейсбукте жарияладым. Қатты қиналып жатыр, дұға жасаңыздар дедім. Тіпті себебі өліп қалама деп те қорқты. Ол тіпті жедел жәрдем келгенше жерге еңбектеп, туалетке еңбектеп барған кездері болды. Сондай кезде жедел жәрдеммен Американ дәрігерлері жанын алып қалды. Сол кезде адамдық құқық ұйымдары түнгі сағат 4-5-ке дейін қасында болды. Арнайы мемлекеттің жаңа бір аударма компаниясының көмегімен онлайн аударма шалды. Себебі кейбір нәрселер тым медициналық, мен аудара алмаймын. Және кейбір нәрсе тым әйелдерге қатысты нәрсе аударуда қиын, жаңағы ұят. Сонымен онлайн ақының өзіне бәленбай мың доллар кетті. Онлайн кәдімгі дәрігер медициналық көмек көрсетеді. Мына қасында тұрған компьютерде кәдімгі дыбыс онлайн аударып отырады. Кәдімгі үлкен экран, жылжитын орындығы бар, компьютер жылжымалы компьютер. Сода жаңағы сервис жасайтын 3-ші тараптық компания. Оның өзіне бір 10 бәле мың доллар ма кетті сондай ақша, аударманың өзіне. Соның бәрін жаңағы Американың адамдық құқық ұйымдары төлеп отырды. Олардың кішкентай қызы бар, Баян Тұрсынжан деген. Сол кішкентай қыздың тісінің өзіне 5-6 мың доллар ақы жүрді. Гүлзира Әуелханның күйеуі Тұрсынжан Есеналы деген жігіт бар. Ол жігіттің тісінің өзін жұлды ма, тазалады, мәйтті өйтті, бәлен мәрте барды. Оның өзіне де бәленбай мың доллар кетті. Тек Гүлзира Әуелхан ғана Қытай лагерінің тірі куәгері деп күйеуі мен баласына қарамай қойған жоқ, бүкіл отбасын қамқорлыққа алды. Сосын ол кісілердің, мысалы міне, бір аптаның алды тағы да басқа бір құжаттарын жасауға тағы да біз кірістік. Мен тіке араласып, мен тіке кірісіп отырмын. Ол құжаттар олардың Америкада шетел азаматы ретінде заңды түрде жұмыс жасауына рұқсат беретін құжат. Яғни шетел азаматы ретінде, азаматтық алмаған Америкада заңды түрде жұмыс жасауына рұқсат беретін құжатты жасауға кірістік. Денсаулығы қалпына келді, дұрысталды. Бірақ Қытай билігі оған қандай сұмдық медициналық, биологиялық, биохимиялық зардаптар келтіргендігін
дәрігерлер дәлелдей алмады. Мүмкін ол үшін арнайы лабораториялық зерттеулерге жіберу керек па, о жағына біздің миымызда жетпеді. Ал бұл жақтағы мамандар, ең жоғарғы мамандармен сөйлесіп отырып, басқа денсаулығындағы көрнекі көмескі ақаулардың бәрін емдеді. Қысқасы, бәленбай 100 мың доллардың ақшасы, ұзын ырғасы бәленбай 100 мың доллар ақша кетті. Мен енді жеке бастық құпиялықтарын айтқым жоқ. Міне осы жуырда бір апта болып қалды. Олардың еңбек жасауға рұқсат құжатын жасап жатырмыз. Ол бітсе, олар заңды түрде Америкада жұмыс жасай алады. Америкада ең қарапайым қара жұмысшы 3000 доллардан 5000 долларға дейін табады. Ал Uber такси деген, кәдімгі Алматыдағы Яндекс такси сияқты Uber такси дегенді айдайтындардың жай ұйықтап, әбетін ішіп, бала шағасын еркелетіп, емін-еркін жүріп, айына табатын табысы 10 000 доллар болады. Айына табатын табысы. КамАЗ шоферлерінің, КамАЗ айдайтын шоферлердің, елдің КамАЗын айдайды, өз КамАЗ емес, шоферлерінің айлық табыстары 40 000-да 50 000 доллар болады. 40 000-да 50 000 айлық табыстары. Енді Америкада iPhone деген телефонды білесіздер, iPhone деген телефон. Сол мөлшері 1000 доллар. Мөлшер енді, оның iPhone пәлен, iPhone Pro, iPhone 13, iPhone 12 дейтіндері бар ғой. Жаңағы сыйымдылығы 128 гига, 256 гига, 512 гига дейтіндері бар мысалы, түрі көбейеді. Сол iPhone 1000 доллар. Сонда қараңыз, еден жуатын, әжетхана тазалайтын, супермаркетте сатушы болатын, не супермаркеттегі алма жемістерді сүртіп қораптайтын, сосын қара жұмыс істейтін жұмысшының айлық табысы ең төменгісі 3000 доллар болғанда, iPhone-ның 1000 доллар болуы, бір жұмысшы, ең сауатсыз, атын жаза алмайтын қара жұмысшы, сонда не бәрі айлық ақысының 1/3-іне iPhone-ның ең соңғы нұсқасын сатып ала алады. Яғни Қазақстанда орташа айлықты 100 000 теңге десек, орташа айлықты, қара жұмысшының орташа айлығы. Енді одан да төмен мұғалімдер 50 000 теңгеге, 40 000 теңгеге жұмыс істейді. Анау докторханалардың, мектептердің тазалығын істейтін апа, әпкелеріміз небәрі 60 000 теңгеге жұмыс істейді. Енді есептеңдер. Тура сол ана еден сүртетін, әжетхана тазалайтын, солардың айлығымен есептегенде. Енді 100 000 дей салайықшы, 50 000, 60 000 айтып енді ұят, енді естіп отырғанына ақпарат батыстың зерттеушілері естіп отыр ғой. Сонда 100 000 теңге десең, соның 3/3, 33 000 теңге. Яғни iPhone-ның ең соңғы нұсқасы 33 000 теңге тұрады. Образдап айтқанда. Жаңа 60 000 теңге айлық алатын еден жуушымен есептесең, ол небәрі 20 000 теңгеге iPhone-ның ең соңғы нұсқасын сатып алады. Тура сондай. Сондықтан бұл Америка осындай. Енді ол азаматтар қазір Вирджиния штатының бір қалашығында тұрады. Вирджиния деген штат бар. Вашингтонмен арасы 5 сағат, Нью-Йоркпен арасы мөлшермен 5 сағат. Сондай жерде тұрады. Вирджиния штатында, біз бөлек штатта тұрамыз. Оларды біз әкелдік, конгресске кіргіздік, жеткізетін жеріне жеткіздік, куәгерлігін берді. Бәрі өздерінің талабы, өздерінің армандары бойынша. Біз сол Қытайдың лагерінен шыққан бәленбай адамның ішінен соларды таңдап, соларды дұрыс көріп алып келдік. Соларға кеткен құжат жасауға анау-мынау шығыны бар. Ай сайын олардың үйіне тегін отырады, оны да адамдық құқық ұйымдар қаржыландырады. Ай сайын оларға берілетін жаңағы тұрмыс пұл ақшасы бар. Тұрмыс пұл ақшасы. Оның қанша доллар екенін мен айтпай-ақ қояйын, солар сонымен күн көріп отыр. Енді 2022-нің ақпан айынан кейін олар өз күнін өзі көреді. Тегін үй тоқтайды. Жаңа оғынға дейін біз олардың жұмыс істеуге рұқсат куәлігін жасап боламыз деп сенеміз. Сол жасап болған аралықта олар енді ары қарай жұмыс істей ма? Қандай жұмыс істейді? Ол енді өздерінің таңдауларында. Жоқ, елді сағындық, Қазығарта, Жал-жая, Қымыз-қымыранды сағындық, Алматыны сағындық, Шелекті сағындық. Алматыдағы Шелек дейтін ауылда тұрады ғой. Сағындық десе, қайтам десе өз еріктері. Оларға Қазақстанға барғанда да ешқандай қысым бола қоймайды. Себебі артында азуын айға білеп Америка тұрғанда Қазақстанның нұр киімбілері оларға ештеңе істей алмайды. Жалпы өз таңдауы, өздерінің қалауымен Америкаға келді. Қалама өзі біледі, кетеме өзі біледі. Енді қазір кейбір адамдар айтады, олардың кейбір топтарға қосылып кетіпті,
кейбір нәрседен ата жұртпен ұстанымы ұқсамапты дейді. Ол өз еріктері. Себебі олар ата жұрт емес, ата жұрттың мүшесі емес. Олар ата жұрттың мүшесі емес, ата жұрт тарапынан құтқарылған адамдар. Ата жұрттың қамқорлығымен, ата жұрттың күресімен, ата жұрттың еңбек етуімен құтқарылған адамдар. Олар ата жұрттың мүшесі болып, күрескерлер немесе саяси белсенділер емес. Ол біреу Қытайда қамалып қалғанда, екіншісі келіп ата жұртқа шағым түсіріп, мен әйелімді құтқарғым келеді деп, ата жұрт оны бүкіл дүниеге жеткізіп, соның нәтижесінде құтқарылғандар. Және ата жұрт оны Америкаға алып келді. Ата жұрттың одақтасқан, бірлескен, ата жұртпен партнер болған, ата жұртпен селбесіп, 6 жылдан бері, анау 16 жылдан бері бірге жұмыс жасап, Қытайдың қылмысын әлемге ашып, бүкіл ақпарат шебінде Қытайдың қылмысын бірінші кезекте ашқан халықаралық ұйымдар, журналистік ұйымдар, адамдық құқық ұйымдары, америкалық ұйымдар, солардың көмегімен келіп отыр. Айту керек, жаңағы ақшаның ешқайсысын ата жұрт төлей алған жоқ, ата жұртта ондай үлкен қаражат жоқ. Біз тек біздің дәнекер болуымызбен, бізге сенген, бізді құрметтеген, бізбенен 2016 жылдан бері бірге жұмыс жасап, біз берген жария және құпия ақпараттарды Америкаға тіке жеткізіп отырған адамдық құқық ұйымдары сол ақшаны қаржыландырды. Олардың өзі де емес, олар да жаңа қаржылық топтардан қаржы алып, осы мәселені арнайы жоба қылып жасап, оларды емдетті. Жаңағы шығындар, оларға ай сайын беретін тұрмыстық көмек ақшалары, ай сайынғы үйдің ақшасы бәрін сол америкалық ұйымдар төлеп отырды.